пельмени салатымыз үйдің хе салатын істейтін боламыз бүгін. Оған керек заттар: бірінші очередте мына судак балығы, қылтанағас, болмаса жыланбас балығы, змейголова болады. Сонымен қатар қызыл бұрыш керек, бір дәу пияз керек, мына чеснок, сарымсақ, және мына 70% уксус, ас уксусы. Сонымен қатар мына соя, тұз керек әрине. Және мына шитмай. Қуырып шитмайды мына қызыл бұрыштардың бетіне сковородкамен қуырып құятын боламыз кейін аяғында. Так, бастайық енді. Балықты бірінші қырқасынан алмай кесіп алып, қылтанағаз болады, сырты бәрі тазаланған. Сөйтіп кесіп, майдалап. Чеснокты турап қосып жібереміз. Сонымен қатар пиязды. Oksus қосамыз. Енді оксусқа пісіреміз. Мына дәу ас қасықпен 2 қасық қосамыз тұз. Оксусты 70% қосқан пісу керек, пісіп қалу керек. Помидор, қызанақ, кейін салат ретінде қосып. Енді бұған соя қосамыз. Балыққа шатпақ болды, ағарды жү. 2 қасық соя қосамыз. Оның светіне, дәміне қарай қосамыз. Бір араластырып тексеріп көріп, аз болса 2 қасық қайық қосамыз. Жү балға аппақ болып қаш, бүрісіп пісіп қалғаны жү. Уксусқа пісіпті жү. Бұғымда помидор бадыранымызды қосамыз. Бәрін бадыран, помидор, балықты бір келкі бәрін араластырамыз жақсылап. Араластырып, артынан қазір үстіне қызыл бұрыш, ашты бұрышты үстінен үйіп қоямыз. Оны ашты бұрышты бір жерге үйіп қоямыз. Бір жерге үйіп қоямыз да, мына шит майды қыздырып, осының үстіне құямыз. Так, мына шит майды шыжғырайын деп атырық. Жетеді осы көлем. Ана қызыл бұрышты күйдіргенге шыжғырып дәмін өлтіру үшін. Майымыз қызды, бу шығып отыр, жақсылап қызды. Енді апарып жанағын үст бетіне құямыз осы. Так, аламыз да газ. Бірінші
Енді мына бұрыш сіну үшін бәріне араластырамыз. Бәрін араластырамыз. Хе, бүгінгі енді ыстық болып тұр. Холодильникке бір тоңазытқышқа салып аламыз. Бүгінгі хе дайын. Хе салаты. Бұл бір әбден уксусқа жақсылап піскен, жұмсақ болып тұр. Езіліп, жұмсақ болып тұр.